массасы 1 килограмм жүкке ілінген жүкті 5 метр секунд квадрат үдеумен жоғары көтерсе, жүктің керілу күші қалай өзгереді? Есептің берілген жазамыз. М тең 1 килограмм, А тең 5 метр секунд квадрат, Т керілу күшін табамыз. Алдымен суретін саламыз. Суретке жүкке әсер ететін төмен қарай бағытталған МЖ алу күшін саламыз және жүктің керілу күшін жоғары қарай бағыттап саламыз. Және жүк А үдеумен жоғары қарай қозғалады. Бұл жерде бірінші есептің шешуін жазу үшін Ньютонның екінші заңы бойынша жүкке әсер ететін күштердің векторлық қосындысын жазамыз. Яғни Т плюс МЖ тең МА-ға. Енді осы күштердің Y өзіндегі проекциясын жазып шығамыз. Т минус МЖ тең МА. Себебі Т күш керілу күші Y өзімен бағытталған, ал МЖ қарама қарсы бағытталғандықтан минустан қарсы қойылады тең МА-ға. Осы теңдеуден Т тең М жақшаның ішіне А плюс Ж теңдеуін аламыз. Осы теңдеуге сан мәндерін қойып, Т тең 1 көбейту жақшаның ішіне 5 плюс 10 тең 15 ньютон екенін табамыз. Сонда жүктің керілу күші 15 ньютонға тең екені шығады. Ал жүкке ілінген жүк тыныштық күйде болса, онда Т тең МЖ болар еді. Жүктің керілу күші 10, Т тең 1 көбейту 10 тең 10 ньютон. Сонда А үдеумен қозғалған кезде оның керілу күшінің артқанын көреміз.